Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге шоколадты микс торт жасаймыз. Өте жұмсақ әрі дәмді, керемет болып шығады. Өз каналымда оңай әрі тиімді рецепттермен бөлісіп отырамын. Каналыма міндетті түрде жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Ал енді тортымызды жасауға кірісеміз. Ең алдымен 5 жұмыртқаның ағын бөліп алып, ыдысқа салып аламыз. Енді жұмыртқамызды венчиктің көмегімен көлемі ұлғайғанша көпіртіп аламыз. Осылай жақсылап араластырып, көлемін ұлғайғанша күтеміз. Жұмыртқамыздың ағы 2 есе болып көлемді болып шығады. Аздан шекер қосып, тағы да араластырамыз. Шекердің барлығын бірден қосуға болмайды, өйткені жұмыртқаның көбігі басылып қалады. Сондықтан аздан араластырып, аздан шекерден қосып отырып араластырамыз. Енді көпіршіген 5 жұмыртқаның ағына 5 жұмыртқаның сарысын араластырып қосамыз. Енді 200 мл бөлме температурасында еріген сливочный майда қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді 2 шай қасық қопсытқыш қосамыз. Қамырды бір келкетіп араластырып алып, аздан ұн қосып араластырамыз. Ұнның барлығында бірден қосуға болмайды, өйткені қамырымыздың көлемі төмен түсіп кетеді. Барлық ұнды асықпай қосып алдық. Енді дәл осы қамырды 3 бөлікке бөлеміз. Қамырды 3 бөлікке бөліп, бірінші ыдысқа мақ қосамыз, екінші ыдысқа какао ұнтағын, үшінші ыдысқа ештеңе қоспаймыз. Дәл осылай барлығын жақсылап араластырып аламыз. Микс тортымыздың 3 түрлі қамыры дайын болды. Енді пергамент қағазына үшеуін жеке-жеке етіп бөліп пісіріп аламыз. Пергамент қағазын мен кішкене майлап алдым. Сонда пирогтардың асты жабыспай жақсы пісіп шығады. «180 градуста 10-15 минут көлемінде әр пирогты жеке-жеке пісіріп аламыз. Міне торттың бірінші бөлігі мақ қосылған, екіншісіне ештеңе қосылмаған аппақ бисквит, үшінші какао қосылған бисквит. Төртінші бөлігі торттың жанына қоям деп жеке өзін пісіріп алдым. Торттың кремін сүттен және ұннан жасап алдым. Толық рецепті описанияда қалдыратын боламын. Енді торттың бөлшектерін жеке-жеке қойып, крем жағып шығамыз. Бірінші мақ қосылған бисквитімізді қойып шықтым. Екінші какао қосылған бисквитімді қойып алдым. Оның үстіне тағы да крем жағамыз. Енді үшінші торттың бөлігін қойып, оның үстіне де жақсылап крем жағып шықтым. Торттың үстіне, жандарына, барлығына осы кремді жағып шықтым. Оның үстіне шоколад пен сливочный майды араластырып құйып аламыз.
шоколадымызды торттың бетіне құйып тегістеп алдық. Енді жаңамен 4-ші бөлік какао қосылған бөлігін пісіріп алған бөлек. Енді оны торттың шетіне жабыстырып шығамыз. Міне біздің микс тортымыз дәл осылай әдемі болып шықты. Енді оның бетін өздеріңіз қалауларыңыз бойынша әртүрлі жемістермен немесе шоколадтармен бетіне қойып, сәндеп декор жасап алуға болады. Осымен біздің шоколадты микс тортымыз дайын, өте жұмсақ, дәмі ерекше, керемет болып шыққан. Сіздер де менің рецептіммен жасап көріңіздер және комментарияда қалай шыққанмен бөлісе кетіңіздер. Видео ұнаса каналыма тіркеліп лайк баса кетіңіз.